Ассалаумағалейкум, жігіттер, достар, қалайсыздар? Ештеріңіз, малжандарыңыз аман ба? Құдайға шүкір, мынау біздің Ақжайық. Енді өткеннен бері каналға видеолар салып жатырмын ғой, бірақ осы көктемдегі Ақжайығымыз туралы бір контент жасап, видео жасап салмаппын. Сон бүгін арнайы жайық басына келіп видео салмақ ниетпен қазір жарбасында тұрмын. Мынау біздің Ақжайық. Жақсы келіп жатыр биыл. Тағы да бір 2-3 метр келетін болса, Құдай қалап, айналаның бәрін су басып, жайылмаға су шығып, жақсы болып қалар еді. Ресей жақтан ашты деген хабар бар осы. Дамбылар жарылып жатыр деме бір нәрсе деп. Енді оның өтірік шынын білмеймін. Мына жер Жалаңашшар дейтін точка. Жайықтан осы насос арқылы Бағырлай дейтін мына каналға қыр жақ беттегі су айдайды. Анау жерде насостыр, көріп тұрғандарыңыздай. Жайықтан су айдайтын точка осы. Арғы бетте де бар. Бізден осы 30 километр жерде Көктоғай дейтін жерде тағы бір точка бар. Осындай су айдайтын. Қыр жақ бетке. Сулайланды. Мен осы көктем болғалы жайық басына бірінші рет келіп тұрғаным болар. Бұған дейін келген жоқпын. Так, ауыл мына бетте қалып қойды. Мынау Атырау-Орал тас жолы. Мынау заманында бір салынған шайхана, бірақ қазір жұмыс жасамайды. Орал мына бетте. Жер жақсы. Анау kde бір жауын жауып кеткеннен кейін осы жауын жауа қойған жоқ, кеше бір шамалы сіркірей түсті. Қоя қойды, қыр жақ бетке кішкене бұршақ жауыпты. Бірақ осы ауыл маңына қатты бір жауын шашын түсе қойған жоқ. Қалай достар, біздің елдің табиғаты? Осы соңғы 15-20 жылдың төңірегі болып қалды деймін. Жайық қатты бір тасымай жүр. Арнасынан аспай жүр. Жайылмаға көп, мына тоғайдың ішіне, сайсалаға су құймайды. Осылай көктемде келуін келет бастамасында. Бірақ сайсалаға құймағасын балық шықпайды, шөп шықпайды. Тоғайда кішкене қуарын қырап ағаштар шамалау болып кетті. Жыл сайын осы дұға жасаймыз. Су келсе екен деп. 15-20 жыл болмаған су биыл осы Қызылқоға өңіріне келіп сайсаланың бәрі лықып тұр деді ғой. Ақтөбе жағында да оқиғалар кездескен. Бір елді мекендерге қауіп төндіргені. Бірақ ол банағы қызыл су сияқты. Ар жағынан ойылдың суы, жемнің суы. Жылой ауданы Құлсары қаласында да бір Құрсай өзені арнасынан тасып, бір кейбір үйлерді басып қалды деген осы хабар келді. Енді біздің төңіректе ондай қатты бір су басатындай әзірге не болып жатырған жоқ, бірақ мынау жайық ертеректе 93-94 жылдары жақсы келген екен. Кәдімгідей келіп осы ауыл маңының бәрін су алып, ол кезде біз баламыз, менің есімде жоқ почти. Білетін адамдардың айтуы бойынша жақсы келді дейді. Ауылға кәдімгідей қатер төндіріп, ол кезде ауыл басында мекемелер болды, сельхозтехника, автобаза,
ПМК дейтін техникалар болған. Қазір енді су келетін болса үкімет бірдеңе етер, бірақ сол баяғыдағыдай техника болмайды ау сірә. Сол кезде кәдімгі адамдар күні түні кезекшілікке тұрып, сол судың қауіп қатерінен ауылымыз аман қалыптымыз. Бұйырғанын көреміз енді, су жақсы келіп жатыр, Құдайға шүкір. Ақжайық арнасынан асып тасса игі, айналаға су құйылса, балық шықса, о жарық дүние. Жайылманың жағасында қолымызға айырымызды алып, айырмен сазан түйреп жатсақ, жақсы емес пе ағайын, а? Деп үміттенейік. Осындай достар. Біздің елдің табиғаты. Бір қолым тисе, Құдай қалап, тоғайды да бір жақсылап түсіремін, контент жасап, видео жасайтын болам, Құдай қаласа. Айналаның бәрі көккүмбек, жауын шашындатып кетсе, жақсы болады. Жақсы келіп жатыр екен су. Видео ұнаса, каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Мал жандарыңыз аман болсын. Баршаңызға деген құрметпен, Ата кәсіп, Қазақ арнасы.